وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. Я Расулаллах, жақсылықты алдымен кімге істейміз деп сұрағанда, анаңа деді. Одан кейінше, анаңа, ал одан кейін кімге? Анаңа, одан кейінше, әкеңе. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ар-Рахман, алламал Qur'an, халақал инсан. 9 жастағы Мунира қасиетті Құран кәрімнің сүрелерін 2 жасынан бастап жаттаған. Атасы мен әжесі намаз оқығанда олардың жанында жүріп, әр аятты айнытпай қайталаған бүлдіршін бүгінде Құранның 4 парасын жатқа біледі. Екіге бірнеше ай қалған, 2 болмаған. Сол кезде мен өзім таң намазын оқимын да, бұл да сол таң намазını домалап жатады. Атасын мойнына мініп алады, домалап кетеді, бірде қайта оқиды. Соның домалап жүріп, намаз оқып үйренген сүрелерді енді мен 2 жасында бұған әріптерді айтып үйреттім. Бұл оқу білмейді, әріптерді айтып үйреттім. Әріптер толық жаттап алды. Сосын Ясин сүресін оқып отырдым да, алдыма отырғызып қайталаттым. Бүкіл толығымен Ясин сүресін қайталап берді. Әлгі кішкентай саби бала лен айта алмайтын, орысша вошка дейтін. Мына сүрелерді айтқанда таза шықты тілдер. Пайғамбар жасынан асқан Ғарифа қажы Құсайынқызы немересінің алғырлығы отбасындағы тәрбиеден деп есептейді. Себебі қасиетті Құран кәрімді қырағатпен нақышына келтіріп жатқа оқыған нағашы атасының діндарлығы ел аузында әлі күнге аңыздай жатталған. Мешітте азаншы болған атасы жайлы ерекше сезіммен сөз қозғайтын Кейуана кеңес заманында да бала кезінде көрген тәрбиесі бойында сақталғанына тәубе етеді. Жүрекке қанға сіңген деген сияқты бізге де сіңген деп ойлаймын. Әжеміз намаз оққанда қасынан қалмай намаз оқитынбыз. Таңға әлгі сахарға тұрғанда ораза ұстау үшін біз аңдып жататынбыз. Қашан бұлар сахарға тұрып шай ішеді екен деп. Бірге тұрып сахарға тұрып ораза ұстаймыз, бірақ енді кішкентай болғаннан кейін жарты күн ұстаймыз, кейде ашып жібереміз ұмытып. Сол сияқты оразаны кішкентай кезден бастадық. Намазды көріп, үйреніп жүрдік. Намазымды тастамадым, 5 уақыт намазымды оқыдым. Әкем болса Құрманқары деген кісі үлкен ұлама болды. Біздің тұрған жерде атағы шыққан, оны Құрманқарыны білмеген кісі жоқ. Бәрі біледі. Алхамдулилла, бірақ әке-шешемнің қызығын көре алмадым. Өзім жастай қалып қалдым. Ғарифа Құсайынқызының анасы Бахра Құрбанқызы 84 жаста. 9 перзент тәрбиелеп, немере шөбере сүйген ақжаулықты ана бүгінде балалар мен немерелердің ортасында батагөй болып отыр. Өмір бойы тігіншілікпен нан тауып, көз майын тауысқан ақжаулықты ананың бүгінде көз жанары үнемі емді қажет етеді. Алайда 6 жасынан үйренген араб харіптерін жазбай танитын қария замандастарымен бас қосса қасиетті Құран кітабын қолға алып, аяттарды оқып, Алла тағаладан ел амандығын тілеп келеді. Сол 6 yaşımda оқығанда бізді дін оқуымен оқытты. Намаз оқыған уақытымызда, онда мектептеміз, бәрімізге сол немені жоқ, не газет салып, ебірге чүбірек салып, сол жеңісінде намаз оқып, намаз үйрендік. Мені содан бері өзімнің бірге оқып, бірге жүрген достарым бар. Ылғы кемпірдер мен сияқты. Бәріміз сол бір мұғалімнен оқып, дін сабақты содан алдық. Өміріміз сол кісіменен кетті. Енді міне өзімнің бірге жүрген жолдастарым бәрі Құран оқиды, бәрі діндар, андай-мындай бізде артық сөз жоқ, басымыз қосылса дінді оқимыз, балалық уақыттағы мұғалімдеріміз айтамыз. Ислам дінін өмірлеріне тірек етіп, мұсылманның 5 парызын тағдырының тәртібіне айналдырған анасын қасиетті Меккеге қажылыққа апарған Ғарифа апа оның денсаулығы үшін алаңдайды. Өздерін мәпелеп өсірген анасының баладай көңіліне қаяу түспесе екен деп тілейді. Ата-ананың бірі немесе екеуі де қартайған шағында тух деме, оларға зекіме және сыпайы сөз сөйле. Екеуіне де кішіпейділік пен мәрхамат құшағын жайып,
Раббым, ол екеуі мені кішкене кезімде тәрбиелегендей, сен де оларды рахметіңе бөлей көрде. Әйел адам 65% үйдің патшасы дейді. Сол үйдегі ана дейік, келін дейік, қызы дейік, 5 уақыт намаз оқып, Аллаға құлшылық етіп, сырттағы патша дейміз, ол ері, сырттан бір өзінің ризығын әкелсе, үйдегі әйел адам соны намазын оқып, дәретімен соны пысырып, жегізсе, сол үйде үлкен береке. Ал дүниеге келген сәби баладарын сондай жағдайда тәрбиелесе, ол үйде әкеге, шешеге қайшы келмейді әлгі бала, мейірімділі, сондай анаға деген, сондай әкеге деген мейірімділі мол болады. Ислам дінінің әйел затына деген құрметін өмір қағидаларына айналдырған Мәненғазы Нұрпейіс бүгінде 70 жаста. 60 жыл ғұмыры дүние думанға көл көсір болғанымен, қараңғылықта өткенін айтқан ақсақал, намазға жығылған соңғы 10 жылдың жөні бөлек екенін жастарға барынша жеткізуге ұмтылуда. Балаларының діни білім алғанын құп көрген ақсақал, тәуліктің қай мезгілі болса да, Аллах ризалығы үшін шәкірттерге Құран оқуды үйретем деген жарына жағдай жасауды да сауапты істеп біледі. Өкінеті мынандай жағдай, біздің ағын заманымызда коммунистік партия болды. 73 жыл сол ағында болдық. Соның ішінде 22 жыл коммунист болдым. Коммунист болғанда біз намазды оқымадық. Ішімізден айтау Алла бар дедік, бірақ намазды 5 уақыт парыз намаздарды, парыз оразадарды дәулетің жетіп тұрып, зекетті де бере алмаған жағдайымыз болды. Соған мен өкінішті болып жүрмін. Кейбір қазіргі ақсақалдарымыз бар, өзімен құралпастарым бар, менің жастары да бар. Олар айтады, біз Совет үкіметінен өстік, тәрбиелендік, біз ешкімнің қақысын жемейміз, ешкімге зиян істейміз, бірақ арақ, шарап ішсек, біз ешкімдікін ішпейміз деген сондай да бар. Ал бізде Құран Кәрімде Майда сүресінде айтылады, мендер, сендер бүгін бәниде сондай қызық өмірде жүрсіңдер ғой. Бірақ ол қызық емес, сендер ертең бақиға келесіңдер. Бақи мұны Алланың алдына келгенде сонда неменемен келесіңдер дейді. Содан қорқыныш болады екен. Мен өзі басым, міне 60 жасымнан сауат ашу курсыдан оқыдым. Діни басқарманың қатарында болған қазірде бар. Сонда оқығаннан кейін кішкене өзіме қорқыныш пайда болды. Құранды оқып, соның ішіндегі барлық пайғамбарлардың өмір тарихымен танысып, жылай Құранды құшақта тұрып таң атқанша оқитын күндерім болған. Сосын барып 3 ай әдемі айлар бар. Ораза уақытынан бұрын 2 ай. Сол 2 айды ұстап, 3-ші ай оразаға 3 айлап ұстайтын уақытымызда болған. Әлхамдулилля, соны өзі ойлаймын, сол тазартты екен. Енді барлық нелерді істегеннің өзінде Алла қабыл қылсын деп қана, Алла ризалығы үшін ғана, мақтаныш қандай не емес, солай ғана бастап, солай өмір сүрген. Кеңес дәуірінде еліміздің ұлттық ғылым академиясында әдебиет және өнер институтында халық ауыз әдебиетін зерттеп, арабша қолжазбаларды кириллица әрпіне көшірген Ғарифа қажы тәуелсіздікке қол жеткен жылдардан бастап, Алла тағала ризалығы үшін шәкірт тәрбиелеуді қолға алған. Оның ең алғашқы шәкірті үлкен немересі Камила Құран оқуды 5 жасынан үйренсе, бүгінде қаланың түкпір-түкпірінен Ғарифа ұстазды іздеп келушілер аз емес. Аллах тағаланың сөзін оқуға ұмтылған адамды алтыннан да жоғары бағалаушы қажы ана кез келген шәкірттеріне күн демей, түн демей Құранды қырағатпен оқытып үйретуге ерінбейді. Мен айтам, өздерің үшін оқысаң да, оқымасаң да ешкімге ешқандай зиян келмейді, тек қана Алланың ризалығы үшін. Әрбір аятты оқыған сайын адамның жүрегі, адамның Алланың алдында баратын дәрежең өседі. Сол аятты түсініп, көңіліңе тоқып оқы деп айтам. Переводы мен қай тілде болса да, орысша болсын, қазақша болсын, қазір кітаптар көп, оқимын деген адамға, тырысатын адамдарға жол ашық. Қазір міне өз басым үйде оқуға келеді әйелдер. Сонау алыс жерден келеді. Балалар немелерінде есікті үйдің ішіне жауып тастап келеді. Ой, балам міне сабаққа бару керек деп асығасып кетеді. Соның өзінде мен ойлаймын, қандай тақуалы адамдар.
еш нәрсеге қарамай, жұмыстарын, несін бәрін тастап келіп, 1 сағат болса да келіп Құран үйреніп жүрген кісілер бар. Әлхамдулилля. Кімде-кім білім іздеу жолына түссе, Аллах тағала оған сол арқылы жәннатқа бару жолын жеңілдетеді. Сол үшін менің айтайын дегенім, қазір міне біздің бала бақшасына, мектепке, дін турасында сабақ кіргізілсе, ақырын таныта берсе, Алла дегенді, Алла кім, Алла сенің Раббың, кімнің Раббысың деп сұрағанда жауап бере алатын қып. Осы көк бір тірексіз көк, аспан, жерді сендерге жайып тастадық дейді, сүрелерде айтылады. Демалуларың үшін түнді жараттық, артынан күнді. Оның бәрін кім істеп отыр? Соны балалардан ақырын сұрап, соны кім істеп отыр деп сұрау керек. Сонда оны не папаң, не мамаң оны істей алмайды, дұрыс па? Тек Алла ғана оны өз әрбір тәртібімен келістіріп отырады. Осы кезге дейін 6 рет қасиетті Мекке Мәдинаның топырағын басып, ұлы парызын өтеп қайтқан ананың да, атаның да көңілі нұрға толы. Өздері көріп сезінген нығметтерге өзге де замандастары бөленсе, еліміздегі имандылық арта түседі деген сенімде. Ал жыл сайын Құрбан айт мерекесі жақындағанда қажылық сапарға барсам деген ниетпен көңілдері алып ұшатын қариялардың қасиетті Қағбаны жүректерімен сүйіп қалуы да Алла тағаланың қалауы. Қажылыққа бірінші рет барғанда өз басым. Мен естен ауып қалдым Қағбаны көргенде. Сол жерде еңіреп жылап, біз мамамда барғанбыз, мына кісі, қызымыз барды, семьямызбен барғанбыз. Сонда бірінші рет Қағбаны көргенде аң-таң болып қалдым да, естен ауып қалып, сонкен ойлы, әттең бекер өмір сүрген екен, осы кезге дейін деп жыладым ғой. Бекер уақытым кеткен екен деп. Содан кейін Қағбаны айландық, еңіреп жүріп, жылай барғаннан жылап, қайтқанша жыладық қой, әлхамдулилля. Сол міне неше жыл барам, солай болады ой. Қағбаны көргеннен еңірей бастайсың. Көзіңді алмай қарайсың Қағбаға. Қандай нұр, қандай Алла тағаланың бітпеген қасиет нұрлары, сулары, зәмзәм суын шеше. Сол Қағбаны айланып, барлық ғибадаттарымызды істеп, енді қабыл болсын деп қайтамыз. Бірінші рет барғанымда сондай үлкен Қағба толы, ол міне үлкен 2 қабат үйді ме екен, 3 қабатты үйді ме екен, соның көлемінде биігі 12 метр ме көлденені былай. Соны көргенде өзім жылап, өзімді тоқтата алмай, сол Қағба толаны бір бұрышын ұстағанда, содан өзім 1 сағаттың көлемінде жаттым ғой. Сондай өзімді ұстай алмай, содан кейін өзіме бір тазалық пайда болды. Тазалық. Міне Құранды да оқып отырғанда көзіме елестетіп отырам бірден. Міне шын жүрегімдегі қанша қиыншылықтар болды, қанша қызықтар болды, қанша нелер бар. Сонда мен соның бәрін ұстап, одан кейін Арафаға да отырғанда, осы намазымызды оқып отырғанда, Арафада отырып, Алладан мінәжат тілеп отырғанда, Нұр тауына көтерілгенде, Сұр тауына көтерілгенде, соның бәрі еске түсіп, Алладан осы жылап отырып тіледім. Сол сәбапта Алла тағала өзіме міне немере де берді. Ұлым да намаз оқиды, келінім де, күйеу балам да, қызым да 5 уақыт намазын тастамайды. Міне осындай жанұямыз. Алла тағаладан тағы тілейміз. Не жылда бара береді екен бұл кісі деп айтады екен. Мен 6 рет бардым, мына кісі 8 рет барды. Бір барған адам уже тоқтай алмайды. Жүрек деген нетіп тұрады екен, аңсап. Мына особенно мына не уақытында, Құрбан айт уақытында, жақындаған кезде мен үйде отыра алмай, 1 жыл қалып едім, отыра алмай қойдым ғой жылап. Бізде қазіргі неден намаздарды қараймыз, прямой трансляция бізде намаз, Қағбаның. Сол өзінде қарап жылап отырамыз. Таң намазын қараймыз, кешкі намазды қараймыз. Құран постоянно оқылады, сон бірге отыртып тұрып шуымыз оқимыз. Расулаллахтан исламдағы ең абзал амал қандай деп сұрағанда ол Аллах тағалаға иман келтіру деп жауап берді. Ал одан кейін Аллах тағала жолында күресу. Ал одан кейінше
шариғат талабына сай орындалған қажылық. للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Аллах тағаланың нұрына бөленсін деген ниетпен Мунира деген есімді анасы таңдағанмен қасиетті Құран сүрелерін жатқа оқитын перзентінің қызығын ол көрмей кетті. 2 жасында анасы кенеттен қазаға ұшыраған Мунираны атасы мен әжесі бір сәтте көзден таса қылғысы келмейді. Тағдыры да тәрбиесі де өзгеше Мунира Құран кәрімнің әр әріп үшін сауап жазылатынын да біледі. Сондықтан ол болашақта ислам дінінің өркендеуі үшін қызмет етіп, ата әжесінің еңбегін ақтасам деп армандайды. Болашақта қари болғым келеді. Адамдарға Құран үйретіп, оларды дін жолына түсіргім келеді. Қазір 4 параны білемін, енді ары қарай жаттаймын. Мектепке баратын болды. Ол уақытта біраз қысым болды. Мектепке барған уақытта подготовительный қазақша оқиды. Подготовительный нулевой классқа барды. Сосын 1-ші классқа барды. 2-ші классқа, сосын бар гимназияға көшірдік бұны. 2-ші басқа мектепте оқып жүр. Бірақ сол мына барған қауым орталық өте қатты әсер етеді екен. Бұрын кішірек кезінде бұл айтқан сүреңді тез ғана жаттап алатын. 10 рет айтам, өзі домалап жүреді бір жерде. Мен оны көрмеймін қайда екенін. Бірақ айтам, қайталап береді. Айтам, қайталап береді. Қайталап сөйтіп жаттап алады. Мен уже жаттадым деп келеді. Ал айтып бер. Жаттады. Келесі сүреге көшіп отырамыз. Сөйтіп сүрелерді жаттап, Нәстен біз Инна фатахна деген сүре 48-ші сүре. Соған кеп тоқтап қалдық. Осылайша әр таңы азанмен атып, әр түні ғибадатпен өтіп жатқан отбасы имандылық шарапаты әрбір шаңыраққа бұйырса деп тілейді. Әрбір ана баласын калимамен әлдилеп, бесігін бисмиллямен тербетсе деген ниетте. Жастарымызға айтатыным, әр жанұя бұл өзінің жанұясын тәрбиелеу керек. Баласы болсын, келіні болсын, қызы болсын, немересі болсын, шөбересі болсын, үй ішінде өзінің жанұясында ей Алла деген кім? Алланың мына калимасы 114 сүре 6267 аяттан тұрады. Әр аятында оқып отырсаң, ешкімге бір жамандық сен істе. Әке-шешеңе қарсы істе, әке-шешеңнің тапқан таянғанын харамға ұста деген ешқай жерде аят жоқ. Онда Алла Тағала айтып отыр, Алла әке-шешеге қарсы келген бала ол маған қарсы келген дейді. Соны естіп отырып, біз Алланың алдында ертең күні жауап береміз ғой. Әр әке-шеше қалай баланы тәрбие. Қазақта ұлы мақал сөз бар. Баланы жасынан дейді, келінді басынан дейді. Сол сауапты баланы кішкене күннен біз соған тәрбие берсек, соның жемісін жеуге бізге Алла нәсіп қылады. Жан тапсырысымен пенденің барлық амалы тоқтап, тек 3 амал өз жалғасын табады. Ол жария садақа, үйреткен пайдалы білім және артта қалған ізгі ұрпақтың дұғасы. Қазақта мақал бар. Тағы, балаң өскенше дейді, немерең өлгенше, шөберің енді ақырғы мына демің шыққанша соның көріп, соның қимылдаған сөзі. Мына Али деген шөберім бар, ол Аллах Акбар деп алдыңа кеп, өзің сәжде істеп жатқанда Аллах Акбар деп жатқаныңда екі көзіңе жас келеді ғой. Міне Алла Тағаланы маған міне шөберені сүйгізіп соған көрсетіп маған деп соғанда көзіме жас салам. Өзіңнің Алла бұйыртқан жарың үйдің ішіндегі патша дейді ғой. Ол үйдің ішіндегі патша. Әйел адам не исламдағы әйел адам бала Алла Тағала береді, со баланы тәлім тәрбие беріп, со балаға мына өзінің пісірген тамағы жайша тілмен айтқанда ол аптектегі рецепт. Мысалға, анасы арақ ішіп, атасы темекі тартып, үй ішінде не болса, ол үйде береке жоқ. Ол үйде періште кірмейді. Әйел адам ашық-шашық болған үйде береке, онда періште келмейді. Міне осында жастарымыз
Қазақстанымызда қазір атеистен қалған үлкен әжелеріміз ашық-шашық, кеудері ашық, аяқ ашық, ол үйде береке болмайды. Жалғыз менің жаным үйім емес, бұқым исламдағы осындай тәртіп болу керек. Өзі Құдайдан сұрайтығым, Құдай ақылымнан айырма, осы оқыған оқуымның қасиетін бер Алла деп. Еш нәрсені ұмытпадым. Бала күнімнен оқығаным бәрі есімде. Әкемді кішкене болсам да қайтыс болды, оны есімде. Шешем де қайтыс болды, да көз алдымда. Раббым Алла, хидаят бер. Алла тағала енді өзің сабырлық бер. Басқа не айтайын? Бір Алладан сұраймыз. Алла не айтады, не жазды, соны қыламыз. Амин. Аллаху акбар. Уақытың бар ма жоқ болған қарамай, уақытында намазға үйреніп, намазды уақытында тастамай оқып жүрдік. О намаз оққан сайын адамның жүрегі ашылып, Алладан қорқу пайда болады. Әр нәрсені тыю салып, өзіңді өзің ұстап, шекара қойып, шек қойып, Алла тағала айтқан ғой, әр нәрсеге шек қойылған, сұрау бар. Сол сұрақ алдыңда, көз алдыңда тұрады да, қиямет күні көз алдыңа келіп, мен не деймін, ана дүнияға қалай барам, немен барам, қалай жауап берем Алланың алдында. Сол қорқу әр уақытта біздің жүрегімізді тұрып қалды, сақталып. Сол қорқуды енді мына балаларға соны беру керек та, түсіндіріп айту керек балаларға. Рахман сүресі Меккеде түскен 78 аят. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аса қамқор Алла Құранды үйретті, адамзатты жаратты, оған сөйлеуді үйретті. Күн мен ай есеппен жүреді, өсімдік, жұлдыз, ағаш оған бас еді. Ол аспанды биіктетіп, оған тең бір өлшеу қойды. Өлшеуде шектен шықпаңдар, сондай-ақ тартуды әділетпен орындаңдар. Таразыда кемітпеңдер. Алла жерді жәндіктер үшін жасады. Жерде жемістер және шоқты құрмалар бар. Онда қабықты ұрық және аңқыған өсімдіктер өседі. Ендеше, әй адамзатпен жын, Раббыларыңның қай нығметтерін өтірік дейсіңдер? Ол адамзатты құмырадай сыңғырлаған құрғақ топырақтан жаратты.